Ей, президент мырза, түсінеміз президентсіз. Бірақ дін ол дін, дінде бұруға болмайды деген сөзі бар ма? Дін бен саясат араласып кеткен. Демек, бізде бүгінгі таңда президентіміз білмейтін проблемалар өте көп дейсіз ғой? Әрине. Сіз побегте болған екенсіз. Яғни Ресейде болыпсыз, Грузияда болыпсыз. Қанша жыл побегте жүрдіңіз? 1 жылдай жүрдім. Қайыршы балдардың күнін кештіңіз ғой? Әрине. Далада да жаттық. Демек, сіз жындыханада жындылардың арасында жаттыңыз, иә? Ал мені кәдімгідей егін алып жатып, емделіп жатырған аурулардың арасына апарып салып жатты. Ауру деп. Адам санамайды сені, өйткені сен адам емессің ол жерде. Құлаққа лапшаны ілмейсіздер ма деймін? Дұрыс. Өйткені артын қараса бұлыңғыр сияқты. Ертең үй ала алмаған азаматтар мен азаматшалар сіз өлгеннен кейін сіздің көріңізді қазып, ұрпағыңызды қарғап жүрмей ма? Қарғап жүрмейді. Үйдегі жеңге бір ренжімесін. Екі әйелді бағып қалу қиын емес па? 1-2 бала, 1-2 әйел. Проблема жоқ. Демек, құзырлы орган қызметкерлерінің өзі сізге пара ұсынады да, үйді ертерек алғысы келеді. Западло емес болар үшін. Менің қазіргі жағдайым, бір ағамды қолмен ұстап тұрым құтқарайыншы деп. Екінші ағам артынан келіп пышақты қылып жатыр да, сен де сонда кет. Қазы-қарта жеп жүрген кезде ана жақта туған бауырыңыз суға пісірілген ботқа, картошканың қабығын жеп жатқаны ақиқат шығар бәлкім. Оны кинолардан көріп жүр ғой, түрменің өмірі қандай. Сұрақ ауыр. Өйткені күні-түні мазалайды. Енді бір анадан шығып, бір бауыр, бір туысқан. Расында да сіз сол кезде соттатқысы келіп отқандар көп па, қамалғысы келіп отқандар? Туған ағам соттатқысы келіп отыр біреуі. Біреуін соттан шығара алмай отыр. Любой кигізіп тастасын. Кигізе алмайды ма? Өзім кигіземін. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін бізде қонақта мыңдаған қазақстандықтарды үймен жарылқап жүрген, сондай бір кең жүрек азаматтардың бірі Арген Нұржанов. Ассалаумалейкум қазақ елі. Мен Қошекенов Елбай Асқарұлы. Өткен жылдың 2019-ның июнь айында Рой кооперативіне сенім артып тіркеліп, 2020-ның ақпан айында үйлі болып жатырмын. Рой кооперативіне сенім артып, сенімді ақтады. Лесхоз ақшам ауданында 3 бөлмелі үйлі болып жатырмын. Осы кооперативтің басшысы Нұржанов Арген Орынғалиұлына алғысымды айтам. Алла разы болсын ол кісіге. Қош келдіңіз, құрметті Ареге. Қош болдық, армысыңыз. Мына көпшілік айтады, бізде таудың тасындай азаматтар көп, тасада жүрген. Көпшілік біле бермейді. Неге сіз соларды шақырмайсыз, неге соларды сіз көпшілікке насихаттамайсыз дейді. Енді сондай азаматтардың бірі деп өзіңізге ұсыныс тастадым. Не себептен қабылдадыңыз ұсынысымды? Көпшілік қашып жатады маған сұхбат беруден. Жағдай осылай болды. Кішкене жан жақтан қыспашылық таптық. Біраз көтерілгеннен кейін жан жақтан кәдімгідей бір қысым көрсетіп жатыр. Психологически болсын, былай да болсын. Енді қолында инструменттері бар. Сол инструменттерді максимально қолданып жатыр. Соның бір инструменттері медиа да оларда. Медиа мысалға нақты айтпайды. Осындай адамды жаптық, бірақ айналып жүре береді. Осындай секілді, осындай сияқты дегендей. Сосын біздер ойладық, неге онда мысалы сіздің менің бірінші репортажым, білесіздер, журналисттерді жамандап шықтым. Оның бағандар енді барлығы емес, әрине. Бар, мен айтқандай достарым бар журналистері, мықты-мықты кәдімгідей оларға менің қолыма берсе, кәдімгідей халықтың намысын қорғаған деп бір не беруге болатын еді. Ордер. Жалпы түсіндім. Демек, сіз өзіңізге, қазіргі таңда жан жақтан қысым болғаннан кейін маған сұхбат беруге келісім бердіңіз, Бір себебі сол. Екінші себебі жаңағыдай енді халық білсін, көрсін, қаншалықты ашық жұмыс істеп отырғанымыз. Керемет. Нақты айтыңызшы, қысым сізге қай
мемлекеттік органдардан болып жатыр. Қазіргі таңда енді орысшасы департамент экономических расследований дейді. Ол не істейді? Ол жаңағындай енді экономикалық қазір болып жатырған финансовый пирамидаларды бәрін қарау керек. Соның ішінде, оның үстіне карантиннің үстінде ешқандай жалпы жоқ. Енді біздерде кооперативтер ғой, енді бұлар деген некоммерческий организациялар. Оған қазір келеміз. Демек, сіздің бағанағы, енді мен өзім естуімше, сіз 80-ге жуық адам жұмыспен қамтамасыз етіп отырсыз. Официально. Айлығын беріп отырсыз, нетіп отырсыз. Елімізде шағын және орта кәсіпкерлерге бей-берекетсіз тұмсықтарын сұға беруге болмайды. Көтерілуіне кәдімгідей үлкен мемлекет жағдай жасап отыр. Соған қарамастан, демек, сіздердің бағана күндіз ұйқыдан, күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырып жүрсіздер де? Әрине. Солай ма? Және де қоймастан үст-үстіне, методично. Жарайды, бір дейік келді, проверкаға келдік деді. Мыналарды алуға. Бірден жаңағындай құжаттары дұрыс болмады. Неге? Біздер деген халық өз еркімен жиналып отыр да бұл жерде. Бұл жерде ешбір біздің адамды біреу мәжбүрлеп, немесе алдап, немесе уговаривать ету дейді ғой, жаңағындай алдап солап ақшасын алынғанын ешкім жоқ. Бұл жерде әрбір келген адам кооператив не екенін түсіндіріледі, қалай құрылады екенін түсіндіріледі. Ол кооперативтің ішінде маңызды адам екенін білдіріледі ол адамға. Қазіргі таңда біздерде сол болып жатыр. Яғни қазір не болып жатыр? Жан-жақтан қыспақ болса да, кооперативтің адамдары бір тұтас болып, просто күтіп отыр. Ал не болады екен енді деп. Өйткені олар ойлады, бұндай әлі Қазақстанда болған жоқ. Олар деген бір фирмаға болсын, любой нәрсеге тиіссе, адамдар ішінде бір-біріне жазып ыдырайтын еді. Керемет, енді бұған толық келеміз. Барлығымыз дәріленбеген семіз ет жегіміз келеді. Бірақ достар, біз оны қайдан табамыз? Сіздер үшін 24 сағат maltabu.kz сайты жұмыс жасап жатыр. Ешқандай делдалсыз өздеріңізге керекті төртліктеріңізге қол жеткізе аласыздар. maltabu.kz сіздер үшін 24 сағат жұмыс жасайды. Арген мырза, бүгінде сіз жұрттың басты проблемасына айналған дүниені шешіп жүрсіз. Яғни көпшілікті осы күнге дейін үймен жарылқап, баспаналы болуына бағанағы бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып жүрген азаматтардың бірісіз. Бұл жалпы осы жағына келейікші. 2 жылдың ішінде мендегі ақпарат бойынша 560 отбасын пәтермен қамтамасыз етіпсіз. Ол рас па әлде өтірік әңгіме ме? Ол рас әңгіме. Неге қазір деген дәл біздерге дінді істей алмай отыр? Өйткені олар біздің счеттарымызды ашты. Счеттарымызды ашқаннан кейін қараса, паевый взнос, тек қана адамдардың ақшасы қайтарылу керек, құқығы бар адамдардың ақшасы, онда да қазір арестке қойды, бірақ құқықтары жоқ халықтың ақшасын арестке қойға. Арестке қойған ақша 3 миллиард 400 миллион теңге жиналып, соның 3 миллиард 282 миллионына үй алынғанын көрсетті. Қалған 120 миллионға расход көрсетті, яғни зарплаттар анау. Бірақ олар вступительный взносты көрсеткен жоқ. 560 үй деген тек қана пай взнос қалынған жоқ. Ол еще кооперативтің пайдасына айналу керек болған ақшаға алынды да. Яғни, егерде біз заңды түрде айтсақ, 2 миллиард теңге кооперативтің заңды өзін тапқан ақшасы деп налогын төлеп шығарып алсақ, ешкім бізге дымды айта алмайтын еді. Ал біздер не істедік? Мақсатымыз біздің бай болған жоқ. Мақсатымыз асарлатып бір-бірімізге көмектесу болды. Сондықтан қаншама ақша халықтан түссе, соншама ақшаның барлығына үй алуға тырыстық. Расходтарынан басқа. Демек, сіздерге тексеріс келген кезде нақты ақшаның қайда жұмсалғанын барлығы көрсетіліп тұр, да? Әрине. Иә. Былай айтқан кезде тырнақ астынан кіргізе алмады дейсіз ғой. Жоқ. Сондықтан айтты, кооперативке проблем жоқ. Қазақстанның қай өңірінің бағанағы сала мамандар сіздер тексеріп отыр қазір? Павлодар облысының. Енді өз жақтан біз біріншіден біздің адвокаттар, юристер айтқаны қарау керек.
бәлкім о жақтан біреудің креслосы шатасыз етіп жатыр, оған погон керек болар деген бір просто болжам болды. Сосын зерттеп келсек, расында да Павлодар қаласында қырғын бір шатыстар болып жатыр екен. ДР-дің өздерінің адамдары өздеріне жазып жатыр екен де. Демек, бізде бүгінгі таңда президентіміз білмейтін проблемалар өте көп дейсіз ғой? Әрине. Енді ол кісінің тапсырып қойған, аманат етіп қойған адамдары бар. Ол жаңағы ДР-дің бастықтары, жаңағындай. Олар білу керек бұл проблема. Олар жібермеу керек, президент емес. Президентіміздің жаңағындай мен өзімнен білем. Мен представитель бола тұра. Жоқ, енді бұндай проблемалардың бәрін кешіріңіз, құлағына жету керек қой үлкен кісілердің. Жету керек, бірақ оны жетпестен бұрын кім шешу керек? Енді ол жағы түсінікті. Яғни ол үлкен кісі, мемлекеттік проблемаларды шешіп отырған адамға неге мынандай төмендегі адамдар проблем создавать етіп, оған бару керек? Мысалға өзіміз білеміз, Совет өкіметі кезінде, жалпы Совет өкіметінің қабырғасы қалай мықты болып қаланды. Әрине осы кооперативтердің арқасында. Дұрыс. Ол дұрыс. Өйткені Совет үкіметінің тарихын алатын болсақ, кооперативті мемлекет қолдаған. Әрбір ауылда, әрбір колхозда кооператив болған. Сондықтан мен айтатыным, мына басқа кооперативтер біздерге конкурент емес. Ол біздердің серіктестер. Өйткені олар ертең әрбір қалада, әрбір ауылда, әрбір мекенде болу керекті. Біз бірігу керекпіз, біріккеннен кейін халықтың жағдайын көтеру керек. Өйткені оны тек қана кооператив. Неге? Өйткені ол халықта жиналып отырған. Ол деген шенеуліктер емес, ол деген бір мемлекет құрып бір істеп отырған зат емес. Ол халықтың маңызды өз еркімен келген жер. Ол маңызды. Яғни өз еркісіз келген адамды дымда істей алмайсыз, білесіздер, Ал халық өз еркімен келгенде тіпті оны біздер қайдан көрдік? Ана карантин басталған кезде біздің кооперативтің мүшелері не істеді, білесіз бе? Үйлерінде отырған жоқ. Әрқайсысы қолдап шығып, карантин кезінде дымсыз қалған үйлерге көмек берді. Сөйтіп 2000-нан жуық астам үйге көмек бердік. Керемет. Осы тұста менде сізге мына сұрақты қойайыншы, сіз тура жауап беріңізші. Бірақ өтіріктің көті қазақ бір тұтам дейді. Ертеліге шашылады ол дүние. Әрине. Сіз осы карантин кезінде, яғни мезгілінде 3 айда 100 отбасына үй бергеніңіз рас па? 200 отбасына. 200 отбасына бердіңіз. 3 айдың ішінде. 3 айдың ішінде. Енді 200 отбасы дегеніміз оңай дүние емес қой? Оңай дүние емес. Оны қалай? Біздер басында 1 жылдың ішінде жеткенбіз 200 отбасына. 1 жылдың ішінде 200 отбасына жеткенбіз. Карантин алды, біздерде бұл бір алгоритм, бір программа. Ол программа ай сайын көбейе береді. Мысалға, біздер ақпан айында ашып бастасақ, наурыз айында 1-ші пәтерімізді бердік. Наурыздан кейін, ай біткеннен кейін 2-3 пәтер бердік. 4-5 пәтер бердік. Сөйтіп 1 жылдың ішінде 260 пәтер бердік. 1 жылдың ішінде. Сөйтіп қалған айларда, яғни ақпан айына дейін 260 берсек, ақпанның ортасынан бастап наурыздың ортасына дейін 1 айда 100 пәтер бердік. Сөйттікте наурызда карантинге жабылдық. Наурыздан кейін майда ашылғанда біздер 200 пәтер беріп тағамыз. Міне, құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп отырсыздар. Расында да, шынында да бір ареке бетіңізге мақтағаным емес. Бұл екінің бірінің қолынан келмейтініз. Біз енді ауызбен сөйлей береміз ғой. Іс жүзінде оның қандай қиын екенін білеміз. Бітпейтін қағаздар, тексеріс, әйтеуір аяқтан шалу, басқа құрық салу деген дүние бізде бар екені, ол белгілі. Енді қазір жалпы осы көпшілікке де қызық болсын, кооперативке байланысты, ол сіздердің не деген ол майлы шелпек, адамдардың бәрін үймен жарылқау, ашығын айту керек. Алматыда жүргеніме менің өзімнің осы міне 15 жылдай уақыт болып қалды. Біздің өзіміздің баспанамыз жоқ. Соның мәселесіне келеміз сізге. Мен сізге қазір сіз туралы мен кішкене бір мағлұмат жинаған кезде бір қызықты ақпараттарға мен үңілдім. Келісіп алайық. Соларға байланысты Арекеге сұрақ қоям. Ешқандай жындану, мына чайникті басыма кигізу, баған эмоцияға салыну болмасын, ашық сұхбат болсын. Келістік қой? Әрине. Сіздің әкеңіз 35 жасында қайтыс болды. Ол рас қой? Рас. Яғни 1995 жылы ол кісіні асып, тарғасып өлтірген рас па?
Енді бұны деген біздер білмейміз, нақты білмейміз, бірақ ол өз кезінде, әкем өз кезінде ол деген мынандай адам болған. Адамдарды біріктіріп, ауылда, мысалға 90 жылдары совхоз құлаған болса, ол деген жерлер алып, жаңағы өзі стройка маманы болғаннан кейін әкеңіз де сіз сияқты болған, соның бәрін алып, жұртқа көмектесіп. Мысалға деген 90 жылдары адамдар не жерін білмей отырғанда, мен өз басым күн сайын мектепке қандай киім кисем деп ойлап отыратынмын да. Түсінесіз ба? Оны мен класстастарым да куә болатын. Сондай бір былай қарағанда сол кезіндегі бір предприниматель болатын да. Ал енді ол кездегі жағдай қалай болғанын мен біріншіден ауылда болған жоқпын. Қалада, каникул болғаннан кейін қалада болдым. Екіншіден әкем қайтқаннан кейін жетісіне бардым. Киімімді алдым, дорбамды астында кетіп қалдым. Түсінікті. Қара жер хабар бермесін, бәлкім ол кісі көпшіліктің көз жасына қалған шығар. Қалай дейсіз? Енді о жағынан мүмкін емес. Өйткені осы кезге дейін осы баланың әкесі деп ешбір адам бетіме еш нәрсе айтып көрген жоқ. Және де керісінше осы баланың әкесі ақ көңіл еді. Осы баланың әкесі көмектесетін еді. Осы баланың әкесі деген көп деген мақтаулар. Оны енді ауыл біледі. Бұл сұрақ неге қойып отырмын мен сізге? Әкеңіздің жолын қайталап сізде бағанағы ертең сіздің де балаңыз әкем осындай еді деп әрине, ол маңызды. Жоқ, маңызды біздің балаларымыз біз жайында не айтады маңызды. Неге? Біз үлгіміз. Үйде бәйбішелеріміз тәрбиелеп отыр балаларды. Бірақ бала деген үйден тәрбие алғанмен әкесінің ізімен жүреді деген бар. Әкесі сөзмен емес, ісмен көрсету маңызды. Анасы сөзбен айтады. Менің ойым, пікірім сондай. Үйде диванда отырып, телевизорды қарап отырып, түкіріп отырған әкеге баласы ертең тап солай істейді. Жоқ, сізде бір келешекте алаяқтардың бірі болып шықпайсыз ба дегенім ғой сұрағым. Мен өз басым алаяқ болып шықпаймын, себебі өз-өзіме сенімдімін. Өз-өзіме сенімдімін, өйткені барар жерім бар. Менде барар жерім болмаса екен, ақыретке сенбейтіндей. Барар жерім болғаннан кейін, ал аяққа шалып, жолымызды жауып, жала жауып, оған енді мен гарантия бере алмаймын. Түсінікті. Сізге өте ыңғайсыз сұрақ. Сіз үшін жауап беру өте ыңғайсыз. Бірақ мен бұл сұрақты қою керекпін. Әкеңіз өмірден өткен кезде неге баласының, яғни сіздің көзіңізге жас келмеді? Тіпті жыламаған екенсіз. Ол рас, хабар келді. Нағашым болды қасымда. Айтты, балам, да әке жоқ деді. Солай айтты. Енді білмеймін, ол кезде өзіміздің бір нем екен, жалпы жанұямызды біледі, жаңағындай тентектеу ішіндегі тәуірісі, тентегі жуасы, тентек емес мен едім. Қалғанымыз енді деген андай қызушан. Тұрдым да. Білмеймін, ол кезде енді 12 жасар баламын. Қандай бір не болғанын, ішінде бір құбылыстар болғанын есімде емес, бірақ сыртқа шықтым. Серуендеп келейін деп, сөйтсем балдар футбол ойнап жатыр екен. Бар футбол ойнадым. Футбол ойнадым. Содан кейін бір түнде келіп, бір қатты күйінгенім барды. Түнде жатып, енді ешкімге білдіртпей, ешкім жасым көрмесін деп, жылған бар түнде. Ешкім көрмесін деп. Ол 12 жаста. Сөйтіп, солдан кейін мен тек 20 жылдан кейін ауылға барғанда, 20 жылдан кейін ауылға барып, әкемнің басына барып, бір жылағаным барды. Ол кезде кәдімгідей уже жыладым. Жалпы дені сау адам өзінің әкесінің өмірден өтіп ақтық сапарға шығарып салған кезде, халықтың бәрі өгіріп жылаған кезде, жаназасында кез келген бала жылау керек. Неге сіз сондай әлде тас жүрексіз ба? Ертең өзіңіздің де ұлдарыңыз бар ғой? Есімдерін айтпай қойын. Сіз қайтқан кезде соларда жыламай футбол ойнаса, сіздің әйеліңіз қандай күйде болатынын білесіз ба?
енді ол мен үшін сол кезде 12 жасар бала үшін белгісіз бір жағдай болды. Бірақ мен өзіме айттым да, жақсы, әкесіз қалды екен, бірақ біздер жасымызды көрсетпеу керекпіз дедік. Өз-өзіме. Және де анамды жерге қаратпаймын дедік. Содан бастап, енді кішкене өсе келе, ағамыз екеуміз анамызға жұмыс істеткізген жоқпыз. Өзіміз табамыз дедік. Иә, мектептен кейін шығып, капустада саттық, қыста отырып, бітпейінше үй келмейтін. Подъездті де жудық, темірді де саттық. Оның бәрі өтті бастан. Қыста таңғы 6-та тұрып, түнгі 12-ге дейін барып, жаңа жылдың алдында терек шауып, шырша саттық. Ол да бар. Таңғы 6-да барып, ағамыз екеуміз кешкі 12-ге дейін. Ол 50 бұтақ, мен 50 бұтақ шабамыз, КамАЗ алып келеміз, тиіміз, қалаға барып сатамыз. Ондай да өтті. Темірде де солай. Біздің құрдастарымыз, балалар темірді деген кесіп, мұжып, килограммдап сатса, біздер іріктеп жүріп, тәуірлерін, трубаларын 10 метрден өлшеп алып, кесіп, опять КамАЗ жалдап, тиіп, базарға барып, метрін сататын едік. Ареке, қателеспесем, 2000 жылы сіздің туған ағаңыздың соты болды, де? Ол рас ақпарат қой. Рас. Сонда сіз следовательді соттың көзінше тепкілеген екенсіз. Яғни сот өтіп жатқан кезде. Неге жалпы ондай қадамға бардыңыз? Енді өзім 82 жылғы ит туған жылым, менде әділдік деген баста қатты қатайып қалғанда негізінде. Сол кезде сотқа бардық, отырдық, енді қалай ол жерде лавка, пәленбай адам отырық, сот болып жатыр. Анау деп жатыр, мынау деп жатыр, жаңағындай енді айтып жатыр. Сөйтті де енді соттың шешімі алдында ағама сөз береді. Следователь тұрады соттың алдында, трибунасында. Ағам тұрады да айтады. Менде шағым бар дейді. Қандай шағым дейді? Мен мойныма алған жоқым дейді бұл затты. Және де алмайын да дейді істемеген затымды. Бірақ мені мойныма алдыру үшін, ол енді 90-шы жылдар ғой, бітіп жатырған. Мойныма алдыру үшін мені сабады. Басыма папкілер қойып, дөбеңкімен ұрып, наручникпен батарейкадан пакет кигізіп деген сияқты бәрін айтып отырғанда мен есімде жоқ. Мен отырған ұзын лавканы төңкеріп тастаған адамдармен бірге жүгіріп барып сабауға алғанмын да следовательді. Демек сот болып жатыр, сіз следовательді ұрып жатырсыз. Сот болып жатыр. Мен следовательді ұрып жатырмын. Оның үстіне мені шығарып тастайды. Келіп наряд. Мен барып далаға барып шоқпар іздеймін. Мұнан бәрін сындырамын деп. Шоқпармен келе жатырғанда ағамның екі досы бар еді. Олар сол органда істейтін орыс жігіттер, ұзын, почти 2 метр бойлар, жүгіріп келе жатыр да маған. Мен оларды ұрайын деп жатсам, олар мені екі жағынан алып алды да ары қаратай жүгіріп кетті. Сөйтіп қарасам, наряд келе жатыр да артынан қуып. Сөйтіп машинаға салды да қашты да. Содан бастап қашуда жүрдім. Қазір оған ораламыз біз. Мына жерге келейікші. Қазіргі таңда бізде расында істемеген адамдардың қолымен істеген адам мойнымен көтеру керек қой. Қолымен істемеген адамдар, демек бастарына пакет кидіріп, қолдарын артқа қайырып қойып, ұрып, соғып, істемеген затты істедім деп айтқызады, Әрине. Әлі сондай ма сөзде? Қазір олай емес бұлар. Өйткені өзімде де тергеуде болдым осы жақында. Кәдімгідей цивилизованный, яғни осылай ма, 3 сағаттан кейін шығарады дегендей бар, кіргізеді сосын деп. Ал ол кезде, яғни 90-шы жылдары ондай нәрсе болып жатты. Өйткені білесіздер, преступность деген өте жоғары деңгейде жабу керек. Ол кезде тіпті өзім нағашымда да органда жұмыс істеп жатыр. Сіз побегте болған екенсіз. Яғни Ресейде болыпсыз, Грузияда болыпсыз. Қанша жыл побегте жүрдіңіз? 1 жылдай жүрдім. Қашқында жүру қалай екен? Жалпы қашқын болу қалай екен? Оңай емес әрине. Не жұмысын істей алмайсың, не күн көре алмайсың.
өзің солай. Және басқа жерде болғанда қиын, өте қиын. Басқа елде. Бірақ енді қызық, мен жалпы өмірім қызық болды. Мысалға, ас жоқ, су жоқ, ұйқы келмейді. Таңғы сағат 5-те шығып, басым саурап кетіп баратсам, 5000 теңге тауып алдым. Ол уже күзден жазға ауған кез еді. Сөйтіп, мен қысқы киіммен жүрмін. Мәссаған деп 5000 теңге мен есімде, одан кейін жұмыс істегенде 6000 теңге зарплатым болды. 5000 теңге тауып алдым. Мен білем оған қаншама зат келетін. Соны, о шүкір тәубе деп алып жатырғанда тағы да 5000 тауып алдым. О деп тағы да бір 5000, 15000 таптым да, тағы да бар ма екен деп іздеп едім, уже жоқ та. 15000-ға мен бардым. Жазғы киім алдым, ботинкімді алдым, столовый кірдім, дұрыстап тамағымды іштім. Дегенде сөйтіп, және соны экономдап, күн сайынғы тамағыма алып қалып отырдым. Ол кезде жасыңыз қанша еді? 18-те. Жалпы сіз өзіңіз сол ес білген жастан бастап былай айтқанда қайыршы балдардың күнін кештіңіз ғой? Әрине. Далада да жаттық. Ол да болды. Бәрі болды. Шөптің арасында да жаттық. Жақсы. Мен сізге мынандай сұрақ қояйыншы. 2002 жылы сіз психологқа барған екенсіз, бәлкім мақсатыңыз өзіңіздің ауру немесе сау екеніңізді тексеру болған шығар. Сол кезде сізді Орал қаласындағы психбольницаға жатқызып тастапты. Не мақсатта жатқызды? Енді себеп осылай болды. Енді ашушаң екенімді білем. Бірақ сол кезде не болды? Оралға мен тығылып келдім. Басқа бір районнан, бір кафеден официант болып жұмыс таптым. Официант болып, даяршы болып, кәдімгідей жұмыс таптым. Үйрендім, кімнің үйінде жататын болдым, сол жердегі администратордың үйінде жататын болдым, бір бөлмесінде. Жағдайда бәрін айттым, түсіндірдім. Жақсы балам деді, бір көмектесейін деп қазақ апай. Жарайды дедім де, бірінші күн бардым жұмысқа. Бірінші күн өтті, екінші күн өтті, үшінші күн сол район жігіттер келеді. Келді айтады, о, жұмысқа тұрған екенсің. Дейді, мен өзім өмір ішпейдім, біреуге ішімдік алып бермеймін. Принципім сол, темекі шекпеймін. Принцип сондай. Сөйттім де, олар анау мына алып келді, енді апарып бердім. Сосын деген ішті, жеді, компания ғой, 2-3 стол қосып қойған. Ішті, жеді, сөйтті де, шөт әкеліп берсем, мынау сен біздің районға келіп жұмыс істеп жатсың, бұл сен бізге стол қойып беріп жатсың дейді. Мен айттым, стол қойып беріп жатырмын ба дедім. Ол айтады, иә деді. Орындықты алдында басына кигіздім. Онда мен сен басына орындық кигізіп беремін. Содан төбелес қырғын, дүние сыну, үйту-бүйту, жұмыстан шығарып жіберді. Енді не істеймін? Сосын бардым да, қаралайыншы мен осы дедім. Мен неге сол жерде сабыр етіп кетіп қалып, барып просто охранаға айта салмадым? Болатын еді. Ана жерде талпа 5-6 бала мен төбелесу мүмкін емес. Білем таяқ жейтін. Бірақ кигізу керек басына. Мысалға, кішкене өзімді, ағамда да түрмеде отырғанда солай екен. Оны допросқа келе жатқан болса, бірінші біреуін ұрады екен де, құлатып. Сосын аналар следователь сұрайды ғой, неге сөйтіп, бәрі таяқ жеймін де. Ең болмаса біреуін құлатайын да, әйтеуір ішінде кішкене удовлетворение болады ғой дегендей. Бекер таяқ жеген жоқ. Сондай бір қалыптасқанды. Әйтеуір өзімдікін прав болу керек. Демек, сіз содан кейін психологқа бардым. Бүкіл жағдайды түсіндірдім. Жаңағындай қатты ашуланып кетемін, жынданам, эмоцияға беріліп кетемін деген бәрін түсіндіргенімде, енді қайдан білек, психологтар деген қарайды. Киноларда көреміз ғой, сөйлеседі, айтады, жаңағындай, я вам выпишу дейді, береді. Сөйтсем мені деген медпротрат охрана шақыртты, қолыма кісені берді, апарып торға салып тастады. Кәдімгідей, армиядан қашып жүрген, справка істеп жүрген жігіттер
общий жатады, бір жерде жатады ғой олар. Бірімен общаться етеді, жаңағы анау мынау. Ал мені кәдімгідей егін алып жатыр, емделіп жатырған аурулардың арасына апарып салып тастады да. Мынау ауру деп. Демек сіз жындыханада жындылардың арасында жаттыңыз, Иә. Ана тексерілісте жатқан адамдардың емес. Именно өткені шығу жоқ. Торда. Есік торланған, терезе торланған. Туалет шелекті қояды. Туалетке барам сен ешкім тыңдамайды. Адам санамайды сені. Өткені сен адам емессің ол жерде. Сен есін ауысқан, сенің сөздерін мүмкін емес заттар. Әне шелек бар, сонда бар дейді. Ал ол жерде мысалға қасындағы жатқан жігіт столбняк. Ол тұрып қалса, ол жерде 2 сағаттан тұрады да. Қатып қалып тұрады ол. Мүшесі ұстап алады да, түкіріп тұра береді сол жерде. Мысалы, оны күтіп отыру керексің де. Оған тиісетін болсан, олар жынды, өйткені түнде шошып ояндым. Сөйтсем қасымдағы, енді біздер ана жерде мен 1, 2, 3, 4, 5, 6 адам жаттық. Қасымдағы бір адамды ана кроваттың басын жұлып алған, дүмпітіп ұрып өлтіріп жатыр да. Мысалға, шошып оянып, менде де ананы жанталасып суырып алдым да отырдым. Келсе әйтеуір кішкене есім бар ғой қазір, приблизительно. Енді аналар қарамайды ғой қай жерден ұрып отырған, не болып отырған. Аяқтан шығарам ба, бастан ұрам ба, не істеймін деген план құрып отырмын да. Ол жерде мысалға бағана сіз айттыңыз ғой, шелек қойып, сол шелекке барасың деп ше. Иә. Қалай енді оны ауызбен айтып жеткізу, түсіндіру ғой. Енді солай, оны деген айту, жеткізу деген білмеймін, енді қаншалықты дәлелдеуге болатын. Қазіргі заманда ол солай ма, солай емес па, білмеймін. Демек, укол салады, жатқызады, Иә. успокоительный салады, бағана басқасы салады, болды. Байлап тастайды, укол береді, байлап тастайды, болды. Сау адамда ауру болады ғой. Мүмкін. Ол да мүмкін. Ол да мүмкін. Әйтеуір бір шүкірі маған деген еккен жоқ. Маған еккен жоқ. Маған бір дәрілер берді. Осын жаңағындай, мынау ми тынышталады, адан анау деп жаңағындай ипасында енді айтқан. Содан мен 10 күннен кейін уже айттым да медсестраға. Маған врач керек еді. Қатты қиналып жүрмін. Что-то болмады деп. Врачке барып, тағы да не істегенімді, тағы да олар сараптама, не өткізіп, анау өткізіп, мынау өткізіп, жаңағындай, сосын консилиум құрып, сөйлесіп, ақылдасып, сөйтіп, қазір есімде жоқ, неше күннен кейін әйтеуір шығарды, мынандай дәрі жазып берді. Басыңыздан өтпеген қиындық жоқ екен, Енді азаматтың басынан өтпейтін қиындық болмайды деген немен келеміз әлі күнге дейін. Енді кәсіпкерлермен енді өз басым, Ареке, сізге бір жағымпазданып отқан жоқпын. Сіз сияқты кәсіпкерді алғаш рет көріп отырмын. Побекте де болған. Балалық шағын бағанаға қайыршының күнін кешкен. Жындыханада да болған. Қазір енді басқасына да келеміз. Нұр Мүбарак Египет Ислам Мәдениет университетінде оқыпсыз. Ол рас па? Мақсатыңыз күнәңіздің барлығын жуып шаю болды ма ол жаққа түсу деп? Әрине, тәубе етсін, Алла тағала кешірем дейді. Оған да себеп анам болды бұл университетке түсуге. Нұр Мүбарак бағанаға Ислам Мәдениет университетіне оқуға түстіңіз. Маған ең қызығы. Яғни сіз бұл жерде аяғына дейін оқыған жоқсыз. Тастап кеттіңіз. Енді маған мынау қызық болып тұр да, сіз құрдан-құр тастап кеткен жоқсыз. Сол жердегі проректорға сен қатынсың деп айтып, енді ойлаңыз енді, Нұр Мүбарак бағанағы Ислам университеті, сол жердегі проректорға сен қатынсың деп айтып, университеттің есігін тарс жауып кеткен екенсіз, ол рас қой? Рас. Неге қатынсың деп айттыңыз? Себебі келісім болды. Қол ұстасып кеттік. Мен барам, 1 жыл оқимын. 1 жылдан кейін келемде, жаңағы өзімнің 1 жыл тастап кеткен уақытының экзаменін тапсырам. Өтсем 3-ші курске өтем. Енді өткені уақыт жоғалтам ғой мен. Сөйтіп келсем, сөйтіп оқып келіп, ал енді мен деген
бүкіл экзаменге дайынмын деп дайындалып келсем айтады, жоқ, бірінші курстан қайт бастап оқисың. Мен айтам, келістік қой, мен білмеймін дейді. Солай болу керек. Мен айтам, аға, біздер келісіп кеттік, қолап кеттік қой десем, мен айттым саған дейді. Болды, солай болды. Мен айттым, онда сен қатынсың дедім. Еркек емессің. Өте өкінішті, мынандай керемет болашағы зор ненің университеттің басында сөзіне тұрмайтын адам отырған. Енді ол кезде сөзім ауыр болды, рас енді. Әлімге дейін ойлаймын, айтпасам не болатынын деген сияқты. Бірақ ол бір, екіншіден оқымаймын деп келген себебім не болды? Дін бен саясат араласып кеткен. Яғни, мысалға осы соңғы болған оқиғалар. Дінде әйел адам орамал тағу парыз. Дінде парыз, оны ешкім, ешқай кезде ешкім аспарт етпеген. Бірақ Қазақстанда айтылды, балиғат жасқа толған қыздар орамал тақпасын мектепке. Муфтияттың да деген жоқ. Муфтият шығып айтқан жоқ. Болмайды ол. Деген жоқ. Муфтият не істеді? Жолдар іздеді. Қалай жеңілдетуге дінді. Ал бар ма қазір сол кезде муфтияттың шығып үкімі анандай? Ей, президент мырза, түсінеміз президентсіз. Бірақ дін ол дін, дінде бұруға болмайды деген сөзі бар ма? Жоқ. Ал мен айтам. Ал мен любойын айтам. Ол дін дейм. Болмайды. Дінбен ойнауға болмайды. Дінде орамал парыз ба? Парыз. Бет, қол, аяқ. Болды. Оны көнген, дінбен жүретін, діндар адамдар оны ұстану керек. Оларға ешқандай кедергі болмау керек. Өйткені басқа діндер өкілдері біздерде жүр. Оларға ешқандай кедергі жоқ. Ал 20 жылдан бері басымызға ислам терроризм деген жаланы құйған. Қазіргі таңда мұсылмандар айтқанда тіпті өздерінің құқықтарын да білмейді. Неге? Өйткені айта алмайды. Оның діндегі адамдардың басындағы отырған айтқанда президенттен кейінгі адамы муфтият. Менің де компаниям ашылған кезде олар муфтиятқа звондайды. Осы компанияға баруға, көрдіңіз бе? Өзінің жеке өмірі, жеке үйі, муфтияттың еш қатысы жоқ оның үйіне. Бірақ соңында да звондап муфтияттан сұрайды. Ағамыз, мынандай жағдай болып жатыр. Бола ма біздердің оған үй алуға деген. Көрдіңіз бе? Қандай былай айтқанда әр нәрсені ойланып шешеді дейсіз ғой сол кісілермен. Сол кісілермен, яғни ол кісілер енді соларға соншалықты сеніп отырған адамға осындай бір орамал болмайды деген шу көтергенде тұру керек еді. Ол менің адамдарым. Өйткені жаңағыдай айтады да, біздің муфтият, мысалы, имамдар, ол біздің жаңағы бақташылар сияқты да. Бізге жауап береді. Алланың алдында бірінші. Біз енді ислам мемлекеті емеспіз ғой енді. Түсінем, бірақ дін бар. Ол мемлекетке байланысты емес. Ол адамға байланысты. Адамға. Яғни мен дінді ұстануым ол менің еркім. Менің кооперативке кіруім ол менің еркім. Түсінесіз бе? Адамда ерк бар. Ал ерк болмаса, онда әрине біздер айтатын едік. Бұл деген мынандай мемлекет, бұнда шариғат жоқ, болды, жауыңдар. Бүкіл мешіт, церковь, синагогалардың бәрін жауыңдар. Бұнда тек қана міне мысалы Қытай сияқты коммунизм деп айтуға, онда басқа нәрсе болатын еді. Керемет. Сізге мынандай сұрақ енді. Отбасында сіздер 3 ұлсыздар, 3 ұл. Ағаңыз Марлен әлі түрмеде отыр ма? Әлі отыр. Енді ол ерекше бұл айтқанда анандай әділ тентек дейді ғой. Мысалға деген отырғаннан кейін біздер білеміз, мына жерден, мына байлардан, мынандай заттың алып, мынандай кедейлерге берген деген заттары бар. Оның үстіне мысалға деген... Демек, Робин Гуд. Робин Гуд секілді. Өйткені оны біз білмейміз, бірақ. Білмедік. Әбден жаңағындай оны жапқаннан кейін, ана енді адамдар үйреніп қалған оларға көмектесетін. Сосын барып айтатын да, осындай адам.
жарайды, ол бір бөлек, оны былай алғанда. Екіншіден не бар? Оны былай айтқанда подставы дейді ғой, подставымен отырғызған себебі де бар. Өйткені ол деген басқа адамдарға, басқа мемлекеттің адамдары келіп, сол жерді, мысалы жол, трасса, екі аралық жолды қадағалауға жол бермеген адамның қазақтардың бірі қазақтарды қойып жолға. Былай айтқанда адамдарды, сол қалан адамдарын, қазақ демейік, өйткені арасында басқа да ұлттар бар. Сол қалан адамдарын, сол өздеріне жұмыстарын, екі ортаға такси болып жұмыстарын. Барлен қай жерде отыр қазір? Степногорскта отыр. Сіз бүгінде 4 отбасын асырап отырғаныңыз рас па? Рас. Демек, ағаңыздың отбасын, өзіңіздің отбасыңызды, сосын Қарындасым отбасын. Барлығын жағдайын жасап отырсыз. Әрине. Жақсы, түсінікті. Енді сізге мен мынандай сұрақ қояйын. Сіз осы Рой кооперативін құрмай тұрып, жиһазбен айналысқан екенсіз. Ол жақта банкрот болыпсыз бірақ. Мына қазіргі компанияңызда тура сол бұрынғы сияқты құрдымға кетіп жүрмей ма? Ол жерде банкрот болған себебі біздерде мемлекетте госзакупка деген бар. Енді өз жағын айтпай қойын, мемлекетке қатысты нәрсе істеп жатырған адамдар біледі. Яғни кейбір бір қисынды жағдайлар болып қалады. Болды, ол жерде сен ақшаны шығара алмай қаласың дегендей. Ол жарайды. Ал кооператив болса, бұл мемлекетке қатысты емес. Бұл тек қана жеке сенің өзінің тұлғана қатысты. Сен қалай әділ жұмыс істейсің, халықта солай саған сенеді. Мен сізге қазір бір-екі сұрақ қоям. Сіз маған нақты жауап беріңіз бірақ, 180 мың теңге сіздерге беріп кооперативке тіркеледі. Сосын олар 50 мың теңгеден оңай салады. Сөйтеді да, бір жылдың ішінде үй алуға үй алады екен сіздер. Алып жатыр. Алып жатыр. Аха. Бұл құлақтан тебудің жаңа түрі емес па? Берген бе? Жоқ, жалпы құлаққа лапшаны ілмейсіздер ма деймін. Дұрыс. Өйткені артын қараса бұлыңғыр сияқты. Қаншама мың адам қашан алады, мүмкін емес. Егер де олай болатын болса, біздерде мен өзім бұны бастамас едім, арты бұлыңғыр болса. Бірақ артын нақты көріп тұрсың ба деп бір сұрақ болды менде бастар алдында ағамыздан. Мен айтын көріп тұрмын. Онда басты. Қай ағаңыз ол? Жиздем былай айтқанда. Үкіметте отырған жоқ па? Жоқ. Жиздем кәсіпкер, жеке кәсіпкер, жаңа 6 баласы бар дегенде. Демек, бағанағы подушка безопасности мақта дейсіз ғой? Подушка безопасности бірден біздер пирамида емеспіз. Ол маңызды. Сол жағына келейікші. Бұл бағанағы миллиондаған адамдарды бағана астына ертіп алып, шұбыртып жүретін дүние емес бұл? Дүние емес. Өйткені пирамида, егерде алатын болсақ, мына бір шай секілді. Ішіне ақша түсті ме, болды, еріп кетті. Ал кооперативте ішіне ақша түсті ме, қалды, үй алынды. Тағы да үй алынды. Тағы да үй алынды. Яғни құрылып жатыр. Кооператив күн сайын үй алуымен одан сайын құрылып жатыр да, одан сайын үлкен болып жатыр. Түсінесіз бе? Оған қоса кооператив тек қана бұл жерде үйді алып сатумен айналысу мақсатында ашылған жоқ. Болашақта қазіргі біздің проектілеріміз бойынша мына дер тоқтамастан бұрын біздерде мысалға деген торговый дом алдық, 9000 квадрат кооперативтің атына. Оны біз сататын болсақ, үлкен пайда болады. 9000 квадрат. 9000 квадрат. Қай қаладан алдыңыздар? Орал қаласынан. Керемет. Ал арендаға тапсыратын болсақ фирмаларға 50 миллион айына келіп отырады. Түсіп отырады, 50 миллион теңге айына. Енді ол 2000 теңгемен санағанда, жаңағындай аз ақшамен санағанда. Ал егерде біздер бұны бастадық, көрсетіп жатырық, ертең басқа бір үй салушы адам кооперативтерден біздің айырмашылығымыз неде болады? Біздер бір үйді салып қойып, оны мүлдем бәрін сатып жүрмейміз. Әрбір үйдің 3-тен 1 бөлігі сол үйге бизнес болып қалуға
тиісті, маңызды. Яғни 3 подъезді үй салатын болсақ, 3 подъезді үй салатын болсақ, оның 2 подъезді, біздің пайщиктерге, үлескерлерге беріледі. Бірақ ортасындағы гостиница болып қалады, бизнес-центр болып қалады, немесе оқу орталығы болып қалады, немесе торговый дом болып қалады. Асты да тап солай, үсті де тап солай. Керемет. Әрбір үй солай болу тиісті. Және де ауылға да істейтін үлесіміз бар, ол енді тоқтап өтуге де болады оған. Керемет. Мына сұраққа жауап беріңізші. Ертең үй ала алмаған азаматтар мен азаматшалар сіз өлгеннен кейін сіздің көріңізді қазып, ұрпағыңызды қарғап жүрмей ма? Қарғап жүрмейді. Өйткені бұл жерде мен айтқанымдай әрбір ақша салынған ақшаға үй алынып жатыр. Мысалға, басқа пирамидалар қазір не болды? Тынды, артында дым да жоқ. Ал қазір кооператив тынатын болса, артында не бар? Қазіргі күнде 560 үй бар. Ол 560 үйдің расходы 3 миллиард 400 мың. Бірақ әр қайсысы кемінде 9 миллион теңге тұрады деп сатқанның өзінде 2 есе өңдеп алуға болады. Сіздің Ареке бойыңыздағы негізгі кемшілігіңіз қандай? Қатты боспын. Жуаспын. Жуаспын. Адамға сеніп қалам. Айналандағы адамдарға сеніп қалам. Осы кооператив ашқан кезінен бастап қаншама адам маскілерін шешіп, аз ғана ақшаға алдап кетті. Жоқ, түсінікті. Мен енді біраз азаматтардан сұхбат алып жүріп қой. Кәдімгі таудай болып көрген адамдардың алдында құм сияқты майдаланып жатқан кезде шын жүрегің ауырады. Бірақ өзіңнің бағанан бері, Ареке, өзіңіздің бағанан бері сондай бір ұстанымыңызды, мына өмірге деген өжеттігіңізді, қайсарлығыңызды қарап бір тамсанып қуанып отырмын. Расын айтайын. Мысалға, жасы 70-ге келіп қалған анаңыз бар, үйде отыр. 60-та. Ол кісіге де оңай емес. Бір баласы түрмеде, бір баласы мынандай жақта тіршілік жасап жатыр. Оған тексеріс, оны да қамағысы келеді, оны да соттағысы келеді. Енді осындай жүктің бәрін көтеріп жүру қиын емес па? Тәуекел болса қиын емес. Жалпы тәуекел деп жүріп, ерте өліп кетіп жүрмейсіз ба? Тәуекел, былай айтқанда, соқыр тәуекел болса шапалағын жейсің. Түйені байлап қоймай тәуекел ету соқырлық. Кооперативті ашуында, кооперативтің былай істеп жатырғанда, кооперативтен бір тиынды жекелендіріп алмай, барлығын кооперативке салудың мақсаты осы болатын. Тәуекелге бел будық, ақша қуынбадық, ниетіміз адал, бір Алла көмектес. Ғажап, керемет. Жұмыстарымыз. Қазіргі таңда сіз жасыңыз 40-қа келген жоқ, 38-десіз. Енді ордаңыз бұзық қойыпсыз, в принципе. Маған мына сұраққа жауап беріңізші. Үйдегі жеңге бір ренжімесін. 2 әйелді бағып қалу қиын емес па? Маған деген 3-4 жан ұяны бағып отырған адамға тағы да қосымша бір-екі бала, бір-екі әйел. Проблема жоқ. Демек, сіздің тоқалыңыз бар екенін үйдегі бәйбішеңіз біледі. Оны біздер былай кішкене келесі серияға құпия етіп қойып, интрига болсын. Бірақ тоқалдың баласы мен бәйбішенің баласы бірге ойнап жүре береді. Былай айтқанда енді бәйбішеме жасырын зат жоқ, құпия зат жоқ. Бәрін айтасыз. Әрине. Тіпті мендегі ақпарат бойынша отбасыларыңызда бір қуанышты бір жағдай болған кезде екі жеңешем де орамал тағып алып, біреуі шұбат құйса, біреуі қымыз құйып жүгіріп жүреді екен. Ол не деген ірілік деймін да? Екі әйелдің басын қосу. Бүгінгі таңда азаматтар бір әйелдің алдында сынып жатыр ғой. Енді дұрыс айтасыз, өзімізде де кезінде жүргенімізде күшті ағаларымыз былай отырып, деп сөйлеп отырғанымен үйлеріне барғанда, жеңгеннен сұра деген нәрсе мені қатты
заландыратын еді да. Қалай сен ең западлы нәрсе ғой ол. қалай сен еркек болып отырып айтасың, жеңгемнен сұр. Жеңген не біледі сен? Ол үйдің адамы. Сыртын адамы сен. Сөйтіп расында ұқсақталып бара жатырған көрдік. Сондықтан ал енді өзімізге ондай бір проблем жоқ, өйткені арамызда құпия жоқ. Енді менің ақпаратым қаншалықты шындыққа жанасатынын білмеймін, бірақ келешекте жалпы 30 сотық жер алып, сол жерге екі үйді бірден көтеріп жатыр екенсіз. Екі әйел екі үйде тұратындай. Енді ол ақпаратыңыз білмеймін енді қаншалықты рас екен. Бірақ ойда бар. Әрине ойда бір өзін еркек сезінген адамның ойында бар. Иә? Ол бар, және де енді психология ғой. Тоқал болмаймын деген қатын жоқ. Бәрі болғысы келеді. Ол өйткені шариғатта рұқсат берген нәрсе. Алла тағаланың өзі адамзатына солайынан енгізіп қойғаннан кейін ол бір проблема. Мен одан жалпы өз көз қарасын проблем көріп тұрған жоқ. Шариғат рұқсат берді ме 4 қатынға дейін. Ол жерде тек қана жаңағындай алып жатырған әйелінен бәйбішенің хабардар болу керек. Міндетті түрмен олмен ақылдасып, олмен келісу керек. Мен өзімнің ұстанымым. Ал бәйбішесінің қас-қабағына қарайтын жігіттерге қандай ақыл айтасыз? Не дей аламыз енді біздер оларға? Олар прав. Ана отчет беретін жігіттерге не айтасыз? Түнгі сағат 10-нан кейін 5 минут кешіксе қазір келемін деп ойлаймын. Енді олар деген неше түрлілерін айтып жатады. Кейбірде сыйластық кезінде бәлкім біздер енді үш дүниесін білмейміз. Ана қам жемесін деп айтып жатыр ма мысалға, иә? Жақсы. Сондықтан ол жігіттердің өздеріне қазір бір нәрсе айтатын болсақ, олардың өзін солай істеген прав олар. Ойыңызды түсіндім. Сіздің қазіргі таңда жылдық табысыңыз $1 миллион асады? Аспайды. Жеке өзімнің аспайды. Аспай ма? Жоқ. Ана ұлық болсаң кішік бол дейді, жасырып жатқан жоқсыз ба? Жоқ, жасырып жатқан жоқ. Жеке басыңызда сізде Алматы қаласында екі үй бар. Біреуі Есентай Сити, екіншісі қателеспесем мынау Нұрлытау. Нұрлытау. Неше бөлмелі үйлеріңіз? Енді екі үй емес, бір үй. Нұрлытауда. Нұрлытауда. Есентайды жақында алып жатсыз? Жоқ, алып отырған жоқпын. Оны білмеймін, кім хабарын айтқан. Да алсақ та болады. Ол жерде ешқандай проблем жоқ. Екіншіден мен ол үйлерді жасырын түрде алып жатырған жоқпын. Және де даладағы адамнан алып жатырған жоқпын. Өзіміздің пайшіктеріміз. Көрдіңіз бе? Жоқ, өзіңіздің еңбегіңіз ғой. Иә, еңбек дегенде оның үстіне рассрочка деген нәрсе бар екен. Сізде демек бұл үйлерді рассрочкада? Әрине. Енді мен банктен алмағаннан кейін, ал өзімнің кооперативімнен ойсыратып алуға желание жоқ. Өйткені басқа адамдарға алып. Сондықтан мен деген мына жағынан ақша тауып жатсам, мен білем, ай сайын осыншама төлей аламын. Оны және де біздің пайшығымыз де өзіммен кімнен сатып алып отырмын? Пайшықтен сатып алып отырмын. Яғни ашықтық бар да. Мен бір жасырын біреуден, о, пайшыққасы шығып айта алады ғой. Өтірік бол, маған келіп наличка бер, немесе банкке. Астыңыздағы Rolls-Royce'тың құны қанша? Rolls-Royce. Rolls-Royce дегенде астындағы Rolls-Royce Freight астыңызда. Оны кім айтып жүр? Енді сіздің күлкіңіздің өзі растап отырсыз ғой. Жоқ, күлгенім өсектің несін шек жоқ екен не істеп отырмын да, жаңағындай көріп отырмын да, ондай машина астымда жоқ. Қазіргі айдап жүрген анаңыздың атын тіркеп қойыпсыз соны? Жоқ, ол жалған ақпарат. Ол жалған ақпарат. Енді қазіргі таңда оның бәрін қарау оңай ғой. Бүгінгі билікке көңіліңіз тола ма? Негізде биліктің алға қойған мақсатына көңілім толады, бірақ орындап жатқан адамдарға көңілім толмайды. Орындап жатқан адамдарға, түсінікті. Сіз соңғы рет қашан пара беріп көрдіңіз? Колледжде. Колледжде бердіңіз, е? Колледжде. Пара қашан алдыңыз өзіңіз? Өмір алмаппын. Сұнды.
ұсынды, миллиондап пара ұсынды. Демек үйде тездетіп алып берші деген сияқты. Әрине, әлінге дейін звондаулар бар. Достарым звондайды, кейбір құзырлы органдар звондайды, мысалға. Нақты қайсы құзырлы орган? Айтпай-ақ қойын. Демек құзырлы орган қызметкерлерінің өзі сізге пара ұсынады да үйді ертерек алғысы келеді. Западло емес болар үшін? Енді бұл жерде деген қоғамның бұзылған белгісі олар. Көрініс. Демек нормально. Олар үшін нормально. Жемқорлардың кәдімгідей бір бүгінгі таңда жемқор болмасаң достойный өмір сүре алмайсың деген бір ұғым бар. Ұғым бар. Сондай ұғым бар. Бұл өйткені кәдімгідей уговаривать етеді. Бұл сорлылықтан қашан құтыламыз біз? Бұл сорлықтан біз қазір отырып өз-өзімізге жеке бір сұрақтарымызға жауап беріп бола ма, болмай ма десек, біздерден бастап құтылуға болады. Біздің қазіргі неге біздің менің өзім уақытым қазір атқа мінер уақыт келді. Расы керек. Сіздің уақытыңыз, біздің уақытымыз. Біздер жету керекпіз. Біз уже өткен нәрсені өзгерте алмаймыз. Бірақ болашақты өзгертуге мүмкіндігіміз бар. Және тек өзіңіз көріп отырғандай бұндай азаматтар аз емес. Көп, өте көп. Олардың тек қана басын біріктіру керек. Керемет. Ареке, сіз өзіңіз уәдеге беріксіз ба? Айттыңыз дейсіз? Айттым істеймін. Бүгінгі таңда уәдесіне тұра алмайтын, сөзінен қайта-қайта секіре беретін жігіттер өте көп екен. Өте көп. Бір орысша сөз естіп едім. Многих мы потеряли у перехода от слов к делу деген. Сондай бір қатты ұнатты. Өйткені өзім қаншама адамды көрдім. Қасымда досым қалған жоқ қазір. Бір түйір. Бастап соңына дейін бара алмай қалған. Бара алмай қалады бәрі. Жақсы. Енді қараңызшы. Айына 200, осы 3 айлық карантинде 200 адамды үйлі қылыпсыз да, пәтерлі қылыпсыз. Оның барлығы әрине қарапайым жұртшылық. Әрине. Күн әрең көріп жүрген. Ол күн әрең көріп жүрген жұртшылықтың қатарына мен де кірем, менің операторым да кіреді. Мысалға, осы жерде бұл бір қолқа салу емес. Сіз енді бағана уәдеге беріппін дедіңіз ғой. Мен сіздердің кооперативтеріңізден үй алғым келеді. Бір жігітше. Әрине. Алматыда менде үйім жоқ. Нормально. Ол нормально бір нормально дүние. Енді қараңыз, Ареке. Сіз маған ер азаматша қанша уақытта үй алып беруге как генеральный директор ретінде атсалысыз? Қазір бүгінгі күнде тіркелсен, 10 ай пайыз осын төлесен, 11-12 айда үйінді алып береміз. Ертең ақ болды, көк болды деген әңгіме болмай ма? Қазір ақ болды, көк болды, біздерде карантин болып жатыр. Сол біздерде кішкене бұрынғы қарқынымыздан тоқтап тастады. Бұрында уже енді тек алға басып, бір айда 100 пәтер, келесі айда 160, 10 алды, тағда деп жоспарлаған нәрсені карантин келді де тоқтап тастады да, біздер тек қана 70 үй алып бердік. 160 үйдің орнына 70 үй алып. Жақсы. Мақұл. Енді сіз здравый ер азаматсыз ғой. Ертең бағанағы Арекең далбаса жігіттердің қатарында екен деген сөз енді менің аузымнан шықпайды ғой, бірақ менің жолдас балдарымның аузынан шығуы. Әрине, куәгерлер ғой. Куәгерлер оларда. Неше бөлмелі сіз маған үй алып бере аласыз? Оны өз еркін, өзін таңдайсың. 3 бөлмелі, 4 бөлмелі. 9 миллион максимум 1 доғырға береміз. Ерлі зайыптыларға 2 доғырын қосып беріп 18 миллион беруге болады. Сөйтіп 18 миллионның шеңберінде үй таппасаңыз, өзіңізде болса қолыңызда қаражат, соны қосып аласыз. Оған біздер претензия жоқ. Және те біздерде рассрочка болғаннан кейін 10 ай төлеген, 2 адам төлеген миллионын шегеріп 17 миллион теңге графика жазып береміз. 10 жылға. Демек үйді сіздер мен қалаған үйімді сіздер сатып алып бересіздер? Қалаған үйіңізді алып береміз. Алып бересіздер. Сосын ол үйдің ақшасын сіздерге беремін, Ол үйдің ақшасын кооперативке қайтарасыз, ал үй сіздің атыңызда қалай береді. Менің атымда тұрады.
кооперативте обременениеде тұрады. Ертең бағанағы енді адам болғаннан кейін ауру болады, сырқау болады деген сияқты. 1-2 жылдан кейін кішкене бір-екі ай төленбей қалса, қысым көрсетіп жүрмейсіз ба жігіттеріңіз жіберіп? Жоқ, қысым жоқ. Өйткені бұл ерікпен келген адамдар, азаматтар, өз еркімен. Және де біздердің қайтарылым ақша қазіргі олардың квартира жалдап отырғаннан да төмен. Ал біздер здравый смысл дейді, жаңа өзің айтқандай, здравый оймен осылай ойладық. Өмір бойы 10 жылда пәтерді жалдап, бірақ қалтасына, өзіне, жанұясына дым қалмаған ер азаматқа біздер үй алып беріп, мына үй міне сенікі, сен атында тек қана ай сайын бұлжытпай төлеп отырш деп, тіпті пәтерге жалдап отырған пәтердің де құнынан аз төлеткізіп отырсақ, ал ол төлемей қалса, не істейміз? Онда тағы да біздер оған деген жақсылыққа барамыз, айтамыз, жарайды, төлей алмай қалдым, неше түрлі жағдай болады, өмірде дымда дей алмаймын. Бірақ өліп кеткен жоқсың. Біздерде бір ғана отмазка бар. Адам өліп кетсе, кооператив, ана балалары ер жетіп, жұмыс істеп, ақша тапқанша дейін, айына 50 мың теңгеден өзі төлеп отырады кооператив. Халық бұл. Өйткені қазақ жетімін, жесірін далада қалдырмаған. Ареке, жалпы әр нәрсенің өзінің өлшемі болады ғой. Мысалға, барлығымыздың баратын жеріміз бір да. Ертең сіз ана дүниеге барғанда осылардың барлығы сұралады деп қорықпайсыз ба? Қорқам, әрине. Сондықтан кооперативте мынау менің пайдам деп ақша алмаймын. Кооперативтен өйткені білесіз, жалпы шариғатта пайыз деген дүние, пайызбен күн көрген адамның енді жалпы анасымен зинас дегендей. Пайыз. Иә, зинас дегендей сізге онда жұмақ несібет деген әңгіме. Әрине. Әрине. Оны білеміз. Сондықтан жұмақтың есігі жабық дейді. Сол себептен біздерде пайыз жоқ қой. Түсінесіз бе? Сол себептен біздер адамға максимально, өйткені дінде де бар, мысалы, қарызын бере алмаған адамға жақтас бол дейді. Қарызын кешуге тырыс дейді. Ал біздер кооператив болып қарызын жалпы халық болып кешіре алмаймыз. Бірақ оңай қарыздан оңай құтылу жолдарын көрсете аламыз да. Ертең ана дүниеге барған кезде Алла тағала сізге 2 сұрақ қояды. Соның бірінші сұрағы: сен сорлы осы миллиондаған адамдардың көз жасына қалдың. Олар кооперативке ақшасын құйды, бірақ үйлерін ала алмады деген сұрақ қойса, не деп жауап бересіз? Бәрі мүмкін ғой? Бәрі мүмкін. Бәрі мүмкін. Сондықтан ол жерде жауап беру үшін бұл жерде адалсыздықты қарау керек та. Яғни, былай айтқанда, ниетін адал болу керек. Ниет. Өйткені қазір біздер көріп жатырық, қандай ниетті адамдар айналамызда кооперативіміз кооперативтің құлауына қандай үлестерін салып жатқанын да білеміз. Сондықтан бұл менің өзім міндетім, борышым кооперативті сақтап қалу, және де кооперативте системаны жұмыс істету. Ертең халық бұл аргендікі емес, бұл мына система жұмыс істеп жатыр деп, любой кооперативке, тек қана біз емес, любой кооператив сеніммен қарау керек. Керемет, түсінікті. Ареке, мен сізге қазір мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз бағана өзіңіз айтып отырсыз, Құдайға шүкір, қарным тоқ, қайғым жоқ деп. Бірақ сіз мына жақта қазы-қарта жеп жүрген кезде, ана жақта туған бауырыңыз суға пісірілген ботқа, картошканың қабығын жеп жатқаны ақиқат шығар бәлкім. Оны кинолардан көріп жүр ғой, түрменің өмірі қандай екен. Сіздей азаматқа осы қабырғасына батпай ма? Әлде сізге бәрі бір ма? Сұрақ ауыр. Өйткені күні түні мазалайды. Енді бір анадан шығып, бір бауырым, бір туысқан. Бірге оның үстіне қиын кезеңді бірге өттік. Бірге су кештік, бірге қарға баттық. Айтқанда.
енді білмеймін, мен бұл сұраққа жауап берудің өзі бір оңай емес шаруа. Өйткені біле тұра барлығын. Енді ол әрине қуанып жатады. Әйтеуір бәрі аман болса екен дегендей. Бірақ біздер ол кісіні былай бар ғой. Бір бауырым мысалға соғыста пленге түсетін болсам, сен оны 1-2 барып шығарам, екінші барып шығарам. Үшіншіде болмады екен мынау деп тастап кете алмайсың. Оны ол тұтқыннан шығаруға тырысасың. Бастан аяқ. Қазір біздер тырысып жатырық. Оправдательный приговорлар. Енді заңның шеңберінде. Заңның шеңберінде қаншалықты. Ол азамат енді халық білет қаншалықты мықты екенін өзі. Қаншалықты біздің тарапымыздан білмеймін қазір қолымыздан не келеді, соны істеп жатырық. Орас. Ол кәдімгідей күйіз үй дейді. Әр адамның мұны бар дейді. Әр адамның мұны бар. Менің мұным ағаларынан болып тұр. Бір ағам мынандай жағдайда, екінші ағам артыма пышақ тыққан жағдайда. Екі мұным бар. Мұнсыз адам болмайды. Бұл өмірде бәрі идеальны болмайды. Ол өтірік, ол мүмкін емес. Олай болатын болса сынақ болмайды еді өмірде. Менің қазіргі жағдайым, бір ағамды қолмен ұстап тұрым құтқарайыншы деп. Екінші ағам артынан келіп пышақ тығып жатыр да, сен де сонда кетті. Сондай жағдайда тұрмын да мен қазір. Сенсіз бе? Білмеймін, қаншалықты түсінесіз соны. Түсінбейсіз. Менің мойныма түскен жағдай ешкімге түспесін. Бір жағынан ағам батып бара жатыр. Екінші жағынан ағам батырып жатыр да. Ал енді картинаны көрсеңіздер, осылай болды. Артынан пышақ соққан ағамды батып бара жатырған жерінен алып шықтым. Бойында бәленбай кредит. Салынған щитовойдан салынған үй бітпей тұр. Кредитке машина алып таксовать етіп, бір жерде охрана, бір жерде водитель болып жұмыс істеп отырған жерінен үйін бітірткізіп бердік. Кредиттерін жауып бердік. Сөйтіп аяққа тұрғызғанда, аяққа тұрып алып, арқамнан пышақты соққан кезде, от сол мұнда. От сол сынақ та, қазіргі болып жатырған заттардың бәрі сынақ емес. Қазіргі болып жатырған заттардың бәрі біздің күшейту үшін ғана болып жатыр. Ал менде жеке өмірімде болып жатырған зат, ол сынақ. Бұл сынақ. Мен өтірік айтып жатырған болсам, Ақсай қаласының тұрғындары білетін болса, сол менің ағамның бұл кезге дейінгі жағдайын, кооператив ашылғаннан кейін болған жағдайын келіп басыма любой табуретканы киізіп тастасын да. Любой киізіп тастасын. Ал кигізе алмайды ма? Өзім кигіземін. Қарсы шыққан өтірік жалаға, олардың жаласына жақтасқан адам болса, куәгерлік қылдырып. Солай. Сондай бір мұң болып отыр, сондай бір сынақ болып отырған кезде, қалған сынақтар ол біз үшін сынақ емес, ол біз үшін кәдімгідей өмірлік жолдың қиындықтары. Бірақ әр адамның мұны бар, әр адам сынағы бар. Ареге дәл осы жерде қазір байқап отырсам, шынымен де әрең отырсыз, бір эмоцияға беріліп, көзіңізге жас үйіріліп тұр. Расында да сізді сол кезде соттатқысы келіп отқандар көп пе, қамалғысы келіп отқандар? Туған ағам соттатқысы келіп отыр біреуі. Біреуін соттан шығара алмай отырық. Темір тордың ар жағына кетсе деп отыр. Кетсе деп жала жауып, бұлар террористер, бұлар налог төлемеген, бұлар үйткен, бұлар бүйткен деп жала жауып, сотқа бұны заңның қандай қиын түрі бар, жаңағындай наказание, солмен бұл жазаландар деп отыр. Не жетпейді оған? Ақша жетпейді. Қанша сұрап отыр? 130 миллион. Халықтың ақшасы сұрап отыр. 130 миллион теңге сұрап. 130 миллион теңге.
Оны не істеймін дейді. Бақытты боламын деп ойлайды. Ақшамен. Иә. Ертең Құдай өзі сақтасын, сіз қамалып жатсаңыз, сіз бағып отқан 4 отбасының балаларын ол бағуға шамасы келе ме? Жоқ, келмейді. Ол өз бауырларын шамасын бағуға шамасы келмеді. Қарындасын, жаңғыз қарындасын тойын істегенде менен қарыз ақша алды. Арекенде бұның бәрі сынақ қой. Көп созбалап сұрақ қойсам, сіздің де досыңыз бар, сіздің де дұшпаныңыз бар. Ол мен тарапынан дұрыс болмайтын шығар. Сондықтан ісіңізге береке берсін. Алла тағала қуат берсін. Ғұмырлы болыңыз. Ареке, мына дүниеге келісіп алайық. Ертең сіздің тарапыңыздан мына құлақтары пелмейін болған жігіттерден шаршадым мен. Ананың атынан бізді бір хабарласады, мынаның атынан бізді бір хабарласады. Сондай болып жүрмесін, е? Тікелей айтайық, тікелей бұл кісіге ешқандай претензия жоқ. Тікелей маған кімде претензия бар, сол маған айтсын деп. Сөйтіп келсек, е? Келсек. Иә, солай дұрыс болсын. Барлығымыз дәріленбеген семіз ет жегіміз келеді. Бірақ достар, біз оны қайдан табамыз? Сіздер үшін 24 сағат maltabu.kz сайты жұмыс жасап жатыр. Ешқандай делдалсыз өздеріңізге керекті 4 түліктеріңізге қол жеткізе аласыздар. maltabu.kz сіздер үшін 24 сағат жұмыс жасайды.